Александр Викторович Затаевич композитор, этнограф, музыка және қоғам қайраткері. Ол алғаш рет қазақтың халықтық музыкасы шығармаларымен 1920 жылдар басында Орынборда жүрген кезінен ақ таныса бастайды. Сол кезеңнен бастап Затаевич өзінің болашақ қызметін қазақ халықтық аспаптық мұраларының тамаша үлгілерін жинау, оны насихаттаумен айналысады. Өмірі музыкаға бағыштаған Затаевич әнді қалада отырып тек кездейсоқ келгендерден жазып отыруды жөн көрмей елге шығады. Жайықтың бойын, Сыр, Ертіс өзендерін, Бөкей, Қарқаралы дараларын аралайды. Замандар бойы жабылып жатқан қазақтың ән қазынасын көтереді. 1926 жылы Затаевич Семей губерниясын аралап жүріп, Семейге, Павлодарға, Қарқаралыға барып қайтады. Қарқаралы өңірінде Қали Байжановпен кездеседі. Қали Байжанов Баянауыл ауданынан шыққан ақын. Ол кәсіби әнші, халық ақындарының гастрольдерін жалғастырушы болып саналады. Затаевич одан ырғақты және басқа да өлеңдерді жазып алады. Қали дауысы грампластикалар мен магнитофон пленкасына жазылып, Қазақстан ұлттық академиясында сақталуда. Затаевич Павлодарға 1926 жылдың тамызында барып қайтты. Ол 6 апта бойы жұмыс істеп 340 әнді қағазға түсірген. Мұнда ол әнші Майрамен кездеседі. Майраның әндерінен 14 өлеңді жазып алады. Көптеген қазақ халқының әндерін жазып алып, Затаевич қазақ халқының 1000 ән деп аталатын үлкен жинағын шығарады. Ол жинақ 1925 жылы жарық көрді. Мұнда 280 орындаушының есімі бар. 1936 жылы Александр Затаевич дүниеден өтеді. Қазақ әндерін жинаған адамның есімі қазақ халқының есінде мәңгі қалар сөзсіз. 1954 жылы Александр Затаевичтің Мәскеудегі қабірінде ақынды тыңдап отырған музыкант, этнографтың бейнесі бар ескерткіш орнатылған.